Сушиді кілемшесіз қалай жасаймыз? Әдетте біз үй жағдайында суши жасау оңай емес, көп дайындықты талап ететін үдеріс деп ойлаймыз. Ал шындығында сушиді кез келген адам жасай алады. Қалай дейсіз бе? Оп-оңай. Тіпті суши жасайтын кілемшеңіз жоқ болса да, роллды мінсіз орауға болады. Суши жасауға қажетті ең маңызды құрал кілемшені немен алмастырамыз? Көрейік. Фольга, бірнеше жапырақшасын қатпарлап кілемше жасауға болады. Тағамдық үлбір, бір-біріне қатпарлап қалыңдатып қолдануға болады. Майлықтар немесе бамбук пердешелері. Әдетте ыстық тамақтың астына қоятын ағаш төсенішпен де сушиді орауға болады екен. Ал енді лайфхак, ең жеңіл нұсқасын мен ұсынғалы тұрмын. Жай ғана пергамент қағазымен осындай керемет мінсіз суши жасауды үйреніп алыңыз. Кілемшесіз ақ жасалған роллдар дайын. Ас болсын. Егер мен ұсынған лайфхагым ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.